Сәлем, менің ютубтағы оқырмандарым. Мен бүгін сендерге өзімнің 3 жаман әдетімнен қалай құтылдым және не істедім сендерге айтып беретін боламын. Яғни ол менің проблемам ғана емес деп ойлаймын, және ол мен 90% Қазақстанның азаматтарында бар жаман әдеттер. Және сол жаман әдеттердің кесірінен адамдарда созылмалы шаршағыштық, өз-өздерін түсінбеу, ақша жинай алмау, тағы да басқа осындай проблемалар туындап жатады. Сол негізгі себептерден, яғни негізгі түпкі себептерін айтып беретін боламын. Яғни қалай құтылдым, сол туралы толық айтамын. Жалпы бізде философияда мынандай бір сөз бар: адам неге азат бола тұра өзін түрмеге қамайды. Яғни бізді ешкім байлап тұрған жоқ, бірақ біз сонда да өз-өзімізді қинап, шектеп жүреміз. Оның барлығы біздің просто миымыздағы нейрондарға, қалыптасып қалған нейрондарға байланысты. Жалпы өте көптеген адамдардың негізгі проблемасы ол бірінші артық зат жинайды. Барлығымыз артық зат жинаймыз. Екінші, артық тамақ жейміз, және үшіншісі, артық адамдарға шыдаймыз. Қандай артық адамдар? Токсик адамдар, негатив адамдар, және неше түрлі сөздерді, балаға, былапыт сөздерді айтса да біз оларға шыдаймыз. Оның түпкі себептерін және де қалай құтылатынымызды қазір толығырақ айтып беретін боламын. Жалпы неге біз осылар артық қой білеміз, мысалы артық екенін білеміз, бірақ неге біз одан құтылып кете алмаймыз? Себебі ол біз үшін, миымыз үшін бос кеңістік, ол қорқынышты. Яғни адам ішкі бос орындарын ол затпен, тамақпен, адамдармен, сонымен қатар шудың түрімен қазір толықтырып жатады. Жалпы өте көптеген шу, мысалы қыздар, жігіттер ішіп пысқан кезде, немесе жаңағы ішкі пустота болған кезде, внутренне, ол кезде онда клубқа немесе тағы да басқа жерлерге барып, сол ішкі шуын, яғни тыныштығын басқысы келеді. Керісінше, негізі бұл әлсіздік емес, ішкі бос болған орын. Бұл негізінен мағына іздеу болып табылады. Өмірдің мағынасын немесе жаңағыдай жалпы не көресің болашақта, неге жеткің келеді, өз-өзіңмен жеке қалған негізі бәрі жақсы. Егер де осы сен практика берейін осы орайда, яғни өз-өзіңе сұрақ қою керексің. Егер де яғни мұның бәрі тоқтаса, артық зат алу, артық тамақ ішу, артық заттармен айналысу, адамдар жоқ болып кетсе, яғни жалғыз өзім қалған кезде мен кіммін? Осы сұраққа жауап беру керек толығымен. Яғни көбінесе біз мен деген образды жалған қабықтармен қаптап аламыз. Яғни адам бұл болмыс емес, процестің негізінде. Яғни болмыс дегеніміз ол бір ғана күйде, бір ғана қалыпта қалып кетеді. Болмыс болып, мысалы адами құндылықтар тағы да басқа бір ғана күйде қалады. Ал бірақ адам ондай емес, адам процесс. Адамда күнделікті таңдаулар, күнделікті басқа ойлар келеді. Ол ойының өзін өзгерткеннің өзінде қаншама әрекеттер өзгереді. Яғни мысалы бүгін семіріп кеткен адам, мысалы бір айдан кейін ол тамақ ішпей, спортпен айналысып артып кетуі мүмкін, сол кезде мысалы ол уже процесте жүріп жатыр. Мысалы өте көп, яғни бүкіл адамдар бұл процесте жүр. Процесс, яғни адамзат. Біз осы процесті киім алу арқылы тоқтатқымыз келеді. Так, енді қалай? Киім сатып алғанда біз ми емес, бізде негізінен эго қуанады. Яғни біздің тәкаппарлығымыз өседі. Сол кезде мысалы тәкаппарлығымыз айтады: мені көріңдер, яғни мен жеткіліктімін, мен күштімін деген сияқты өз-өзін көрсеткісі келеді. Яғни бұл артық киім алу, бұл артық дәлелдеу болып табылады. Өз-өзін доказать еткісі келеді через сонда киім алып, сумка, мысалы заттар көп қой. Вот, бұл неге қауіпті? Өйткені сен ол болмысты емес, образды қорғап жүрсің. Сен өзіңді баймын, либо басқа, яғни өзіңді бір образда көрсеткенсің, сол образға сай болу үшін сен сонда киім аласың. Бұл негізі ішкі бөлінуге алып келеді. Негізі сенікі емес нәрсеге тәуелді болсаң, сен еркін емессің. Яғни киім сені басқарса, сен жоқсың. Мысалы, егер мені ешкім көрмесе, мен осы киімді алар ма едім? Осы сұрақты өз-өзіңе қою керексің. Мысалы, бір киіліп тастай салатын немесе сапасыз киімдер бар, даже кейбір адамдардың шкафты ашқан кезде неше түрлі киімдер тұрады, яғни ол шашылып тұрады. Мысалы, ол ішкі күйіңнің, ішкі хаосыңның көрсеткіші. Мысалы, сен ол киімдердің сапасына қарап алмағансың, точно. Сен өзің ішкі потребность кезінде ол жабылмай қалған ішкі көңіл күйіңнің кесірінен алып жатсың. Егер де мен өз-өзіме сұрақ қоямын, яғни мен ешкім көрмесе мен осыны алар ма едім? Немесе кемінде мен осыны 30 рет кие аламын ба? Немесе өзі белгілі гардеробымдағы киімдер бар, солармен үйлестіріп кие аламын ба? Осындай сұрақты өзіңе қою керексің. Және де егер де үйлестіре алмайтын болсаң, онда шкафтағы киімдердің барлығын бір реттеп, кимеген, осы соңғы бір жыл ішінде кимеген киімдерді мусорға лақтыру керек, яғни босату керек. Және босатқанның орнына қайтадан алып қажет емес. Сенде негізінде 1 жыл, 2 жыл киім алмасаң да өмір сүре алатын сенде запас бар, точно. Құдайға шүкір, қазір тоқшылық заман, киімдер де өте көп. Сондықтан оның барлығын кие беру міндетті емес. Ішкі нәпсіңді тыйып білу керексің.
Так, және осы киімдерді азайту арқылы мысалы шкафты ашқан кездегі минимализм пайда болады, яғни шкафтың ішінде киім аз болса неғұрлым сенің көңіл күйің соғұрлым жақсарады, яғни сенде аз таңдау болады. Мысалы күнделікті таңда тұрған кезде адамда таңдау деген болады, иә, ол кәдімгідей негізінде зиян, стресс, кортизолды көтереді. Мысалы азанмен тұрып киім іздейсің, вот. Ал егер де сенде уже киім аз болса, үйлестіріп киіп үйренсең, сенде киімің аз, еще стилің пайда болады. Так, келесі совет менде тамақ, яғни тамақтар бұл тоже бос орынды толтыру философиясы. Яғни біз ойлаймыз, осы мусор тамақтарды жеу арқылы өзімізді алдаймыз, яғни қысқа уақыттық дофамин беріледі. Дофамин плюс кортизолды басады, яғни бізде миға қант, яғни углеводтар ғой, жылдам берілетін углеводтар, және де солар түскеннен кейін тез дофамин беріледі, одан кейін бізде кортизолды снижать етеді. И бізде ми ойлайды, яғни бізде қазір выживание болып жатыр, сондықтан маған қант керек деп ойлайды. Яғни біз сондай нейрондық жолды, связканы беріп тастағанбыз. Өйткені қант, углеводтар жалпы медициналық тұрғыда ол өте тез жанып кетеді организмге түскеннен кейін. Мысалы май, белоктар олар ұзақ қорытылады, ал көмірсулар бірден ыдырап кетеді. Ол дәл қалай организмге жылдам түседі, дәл солай ыдырап қорытылып кетеді. Бірақ әр түскен сайын бізде ұйқы безімізден инсулин гормоны бөлінеді. Мысалы сол инсулин гормоны бөліне береді. Ол бізде нағыз стрессті, кортизолды бөлетін гормон, яғни бізде денеміздегі артық майлардың өзін жинап алады. Яғни жаңада түскен көмірсуларды ыдырады ғой, оның барлығын олар өздеріне денеге, ішке, қол, білектердің барлығына май қылып жинап ала береді. Яғни стресс организмде андай выживание, өмір үшін күрес болып жатқан сияқты сезіледі. Яғни тамақты қаншалықты көп жеген сайын майларды жинап алады. Яғни май не үшін керек? Ертеңгі күні біздің қорымыз болу үшін. Яғни бізде негізі аштықтың екі түрі бар жалпы. Ол бізде дене аштықтығы және де мағына аштықтығы, яғни өмірдік, осы ішкі аштық деп айтамыз, иә. Жалпы көп адам осы екіншісінің мағына аштығын бұл біріншісімен жаппақ болады, яғни дене аштығымен. Жалпы бізде құмарлық бұл азаптың басталуы деп айтады да буддизмде. Яғни мусор тамаққа сен құмар болсаң, ол сол күнделікті жаңағыдай азаптың бастауы. Мысалы мусор тамақ деген тек қана фастфуд, газировкалар ғана кірмейді. Мусор тамақтың ішіне ультраобработанный тамақтар, консервілер, мысалға колбаса, сосиска, түрлі-түрлі, иә, сонымен қатар приправалар, вот неден жасалған белгісіз приправалардың өзі өте зиян және ультраобработанный өнімдер болып табылады. Сонымен қатар бізде подсолнечный масло бар ғой, яғни оның өзі бізде өте зиян, яғни ағзаға зиян, ол жерде вообще пайда жоқ. Бұл жалпы тамақтардың не жеп жатқанымызға біз күнделікті қарап мән беруіміз керек, иә. Негізі не жесең өзің солсың дегендей, ішекте бізде 90% серотонин гормоны бөлінеді негізінде. Яғни бізде ол гормонды ішек бөледі, серотонинді ішек бөледі, иә, 90%. Ол серотонин таңертең тұрған кезде адамға сергектік, мысалы освежающий болып, бүгінгі күнімді күшті сүремін, бүгін мен бақытты боламын деп, мысалы ұйқың сразу ашылып кетіп тұрмайды көбісі. Неге? Потому что түнгі сағат 11-ден кейін тамақ ішіп алған, иә, болмаса тамақ ішіп ұйықтап қалды. И түнгі 2-де 3-те тұрып ночной жор деп тамақ ішетін адамдар бар жалпы, иә. Солар асқазанын толтырады, одан кейін асқазан түні бойы ұйықтамай жұмыс жасайды. Ол ішектерге түседі, ішектер тоже өз тамақтарын денесіне сіңіріп алу керек. Олардың да жұмыс, яғни басынан асып жатады, иә. Ал түнімен жұмыс істеген ішектен қалай серотонин гормоны бөлінеді? Даже ол кісіде мелатонин гормоны да бөлінген жоқ. Жалпы ұйқының фазасында мелатонин ол прям терең ұйқыға жібереді, және де күні бойы шаршағанның барлық басып ертесіне кәдімгідей зарядка алып адам негізі тұру керек. Негізі тамақты ұйқыға жатпас бұрын 2-3 сағатқа дейін жеп тастау керек. Мен қазір өзімді айтатын болсам, мен кешкі 6-дан кейін тамақ ішпейтін болып жүрмін. И уже бүгін 3-ші күн менде таңертең өте күшті сергектік пайда болады, және де мен ерте тұрып алып жүрмін. Даже 6 деген ол просто цифр. Мен даже 4-те, 3-4-тен кейін, мысалы қарным тойып тұрса 6-ларда мен даже тамақ ішпей жүре беремін. Зато ертесіне тамақтанамын. Ал менде серотонин бөлініп жатқан себебін мен сезінемін да, өйткені таңертең тұрғанда прям мотивациямен тұрасың и өте жеңіл оянасың. Сіздер де осы практикаларыңызды жасап көріңіздерші, егер сенбесеңіздер. Бүгін мысалы мына видеоны қай уақытта қарап отырсыздар, вот бүгін кештен бастап, яғни 6-дан кейін строго тамақ ішпеңіздер. Сол кезде сіздер таңертең тұруларыңызға мән бересіздер, иә, қарап көріңіздер, қалай тұрасыздар ұйқыдан. Вот. Солай бір апта, 2 апта өздеріңізге челлендж жасап үйренсеңіздер, яғни осылай 6-дан кейін тамақ ішпей, вот кайф, бүкіл серотонин бөлінеді. Өзіңізді сергек сезінесіз, тамақты аз жей бастайсыз, солай артық салмақтың өзі де кетеді. Артық салмақ ол артық тамақ жегеннен пайда болады негізі, естественно. Вот. Жалпы кейін көп адам тамақтан мысалы қанша жегісі келсе де, келмесе де жей беретіндер бар. Ол негізінде психологиялық тұрғыда ол ішкі пустота болады, соны басу үшін ғана жеп отыр да, ше. Сол үшін тамақтанатын кезде, тамақтан алдын негізі практикалық тапсырмада, тамақтан алдын 1 стакан 300-250 мл суды ішу керек, я, жылы немесе бөлме температурасындағы суды. Одан кейін тамаққа отыратын кезде қарау керек, яғни өзіңнен сұрау керек, мен реально ашпын ба?
или мен жаңағыдай өмірімнен, ішімдегі пустотадан қашып отырмын ба? Вот осы сұрақты қою керек. Бұл мысалы өзіңе шынайы болуға, өзіңнің болмысыңа бұл сұрақ. Яғни сен осы арқылы өз-өзіңді білесің, өз-өзіңе жақындайсың. А может саған келеді, мен аш емеспін, мен просто осы нәрсені страдать етіп тұрмын, сол үшін ғана жегім келіп тұр. Яғни кортизол жоғарылап кеткен. Соны басуға болады, қант, жаңағыда айттым ғой, углеводтар керек болады миға. Вот сол үшін оның орнына лучше салқын душқа, немесе ладно, салқын емес, кәдімгідей душқа барып түсіңіз, немесе басқа далаға 4-5 километр жүріп, немесе жүгіріп келіңіз, спортпен айналысыңыз. Жалпы ана кортизолдың деңгейін төмен түсіру керек. Вот сол кезде сіздің шаршағаныңыз, яғни кортизол, стресс төмендейді де, и уже аппетит сол кезде сұрауға болады. Реально енді мен ашпын ба, или тоже сондай әлі басылған жоқ па? Бірақ ол кезде уже басқа ответ келеді сізге. Вот, уже себебі кортизолды түсіріп келдіңіз. Осы практикалық тапсырманы тоже жасауды мен кеңес етемін. Яғни қарныңыз тойып тұрса да жей берген кезде бұл өз нәпсіңізді басуға, және сол арқылы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Келесі бізде келесі ол біз жалғыздықпен шынайы байланыс. Неге біз токсик адамдармен байланыста қаламыз? Яғни бұл бізде үшінші бөлім. Бізде жалған байланыс, жалғыздықтан жеңіл. Яғни біздің миымыз үшін біздің жалғыз қалып біткен, сол өте қорқынышты. Бізде даже кішкентай кезімізден айтады ғой, тізеңді құшақтама, қартайғанда қу тізеңді құшақтап жалғыз өзің қалып кетесің. Немесе жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Тағы қандай сөздер бар жалпы? Жалғыздың үні шықпас дейді, я? Жалпы бізді кішкентай кезімізден бастап осы жалғыздықтан қорқытып үйретеді. Сондықтан біз жаман болса да лучше адамдармен араласа берейінші деп біз сондай сезім болады. Мысалы даже кейбір әйелдер күйеулерімен өте сонда униженный отношениеге де шыдап жүреді, жаңағы, потому что жалғыздықтан қорқады, өзі жалғыз қалудан қорқады. Сол үшін ол установкадан миымыздың түбінен алып тастау керекпіз. Онымен енді терең жұмыс жасау керек. Мен жалпы токсик адамдар туралы ғана айтамын бұл видеода. Жалпы философиялық тұрғыда айтқан кезде біз үшін жалған байланыс бұл жалғыздықтан жеңіл. Яғни негізінде басқалардың өмірімізді қиындатқанын қаламасақ, біз оларды өмірде жеңіл жіберіп үйрену керекпіз. Жалпы токсик ортада біз ешқашан бір бақытты, шынайы күліп жүре алмаймыз. Токсик орта деген қалай бұл? Үнемі негатив айтып отыратын, жаңағыдай жаман жаңалықтар жеткізетін, үнемі сені кемсітетін, самооценкаңды түсіретін, сенің уверенностіңді түсіретін адамдар ғой. Мысалы, сен киініп әдемі боянып сөйтіп алдың, и саған вдруг немене бәлені киіп алған, түрің немене болып тұр, жуып тастасай, или мә сенің түрің мынандай, саған кім қарайды деген сияқты сөздер. Жалпы одан да басқа ауыр сөздер бар. Тағы осындай сөздерді всегда үнемі айтып отыратын, одан кейін сенің қолыңнан келмейді бұл, сен бұны жасай алмайсың, сен бұны жасамағансың деген сияқты сөздерді айтып үнемі сені түсіріп отыратын адамдар болады. Сонымен қатар үнемі негативті жаңалықтарды айтатын. Мысалы, пәленшенің баласы осындай операция жасаған, дәрігер сөйтіп ол операцияны жасай алмай қамалып кетіпті, сен де сөйтіп қамалып кетерсің, байқаш дейді. Немесе просто так сен осындай тірлік істей алмайтын қызсың ғой, ертең сенің байың ұра, таяқ жейсің, болмаса тағы да басқа, енді білмеймін, сен түске дейін ұйықтайсың, ертең сабағыңды қалай оқисың, или жұмысқа қалай барасың. Жалпы ондай сөздер өте көп. Біз дұрыс ойлаймыз, олар бізге жаны ашып айтып жатыр деп. Бірақ не дегенмен де олардың жанында, токсик адамдардың жанында біз өз-өзімізбен бола алмаймыз. Ми біз үшін андай қауіпті режимде тұрғанымызды біліп, бізді выживанияда қалдырады. Бізде кортизол жоғарылайды. Біз осы кортизол жоғарылағанда біз артық тамақты да жеп қойып жатырық, артық киімдерді де алып жатырық. Негізі адамды, яғни баланың психологиясында не нәрседен көп қысасың, көп тежейсің, ол одан сайын тек ушыға береді да. Ол лучше свобода беру керек адамға. Вот сол үшін енді бұл кісілер свободан токсик адамдар бермейді, потому что олар енді нарцисс, абьюзер деген сияқты, тиран деген сияқты терминдерді естіп жүрген шығарсыздар. Жалпы адамға зорлық, зомбылықты тек андай ұру, ондаймен емес, жалпы сөзбен, сондай күнделікті унижениемен де бере береді да. Жалпы вот ондай адамдардан сіз сөйлесіп бір опа таппайсыз негізі. Олардан тек қана қашып кету керек.
қашып кету керек, лучше араласпау керек. Вот, өмірден солай алып тастау керек. Немесе, если ол сіздің туысыңыз, жағыңыз болса, мысалы басқа қалаға кетсеңіз, сирек кездесіп, сирек сөйлесіп тұрсаңыз, сіз уже өзіңіз ана адамның жанында тынысыңыз тарылып кетеді де, мысалы. Вот, ал одан кетсеңіз, тынысыңыз ашылып, бір еркіндікте отырғандай сезінесіз. Осы мен айтып жатқан негізгі 3 кеңес, бұл киімге байланысты, тамаққа байланысты және де токсик адамдарға байланысты кеңестер айттым. Жалпы қорытындылайтын болсақ, бізде азайту, яғни азайту бұл рухани өсудің бастамасы. Біздің өмірімізде айтады да, барлығы тек ала берсем, тек қоса берсем, жаңа әдеттер қос, жаңа бір нәрсе ал, короче, ондайдан адам ешқашан бір күшті болып кетпейді. Жаңа әдеттер естественно жақсы, бірақ ескі әдеттердің, сенің жаман әдеттерің кетпейінше, сен жаңа өмірге әлі дайын емессің. Вот. Сол үшін аз бұл бізде кедейлік емес, керісінше бұл айқындық. Мысалы, киімің азайса, стилің күшті болып өзгереді. Мысалы, сен кейін өзіңе ұнайтын басқа стиль табасың, иә? Ал аз тамақтансаң, сен мысалы артық майларың, артық семіздігің барлығы кетеді, денсаулығыңды түзетіп аласың. Ол артық семіздік деген, яғни тек қана бір сенің сыртқы формаңа, сұлулығыңа ғана әсер ететін тұрғыда айтып тұрған жоқпын. Жалпы артық салмақ болса, яғни май организмде холестерин жоғары болса, ол атеросклероз деген пайда болады. Негізі жүректің ауруларын алып келеді, ол ертең қант диабеті ауруларын алып келеді, мысалға. Жаңа инсулиннің бөлінуі бұзылғаннан. Сондықтан ол не нәрсе болса да көп нәрсесі ол зиян. Вот. Жалпы қорытындылай келген кезде, аз киінсең, аз жесең, аз адаммен аралассаң, сен өз-өзіңді жоғалтпайсың. Керісінше, сен өз-өзіңе жақындайтын боласың. Мысалы, бұл өмірді жақсарту үшін, жаңа айтып өткендей, тек қоса беру емес, заттарды ала беру емес, көп адамдармен общение жасай беру емес. Бұл өмірді тереңдету үшін біз сол керек емес заттарды алуымыз қажет, азайтуымыз қажет. Вот. Жалпы мен өзімнің өміріме осы айтқан кеңестерімді қолданамын. Яғни мен бұны просто так айтпаймын. Өзімнің өміріме қолданып, нәтижесін көріп жатқаннан кейін сендерге де, сіздерге де бөлісіп айтып жатқаным. Жалпы осы видео туралы қандай ой түйдіңіз? Жалпы осы видео туралы қандай ой түйдіңіз? Төменде комментарийде өзіңіздің ойыңызды бөлісіп кетіңіз. Маған сіздердің ойларыңызды білу өте маңызды. Және де кім осы мен айтқан әдеттерді өміріне қосып бастайды, вот, сол кісілер жазып кетсеңіздер болады. Және де немесе мен айтқан практикаларды жасап көрдіңіздер ме? Жасап көргеннен кейін қандай нәтижелер болып жатыр? Осы видеоның астында комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздердің жазған бүкіл сообщениелеріңізді оқимын. Және де мен осы жаңадан блог бастап жатқандықтан сіздердің әр комментарийлеріңіз мен үшін маңызды. Так, барлығыңызды люблю. Алдағы келесі видеоларда кездескенше, жолыққанша сау, саламатта болыңыздар.